Әрбір хабарлама, әрбір байланыс және әрбір бизнес мүмкіндігі біріктірілген әлемді елестетіп көріңіз. Коммуникацияның шекарасы жоқ хабар алмасу революциясының жүрегіне қош келдіңіз. Бұл кома. Кома. Бұл басқа құралғана емес, бұл трансформация, бұл әлемдегі алғашқы хабар алмасуға негізделген CRM жүйесі. Ол сөйлесулерді сатылымға айналдыруға арналған, бұл компанияларға өз тұтынушыларымен өздері қалаған хабар алмасу арнасы арқылы байланысуға көмектеседі. Енді команың тұтынушыларды басқару мүмкіндіктерін қалай толық пайдалануға болатынын қарастырайық. Маркетингтің тиімділігін өлшеуге, жұмыс процестері мен коммуникацияларды автоматтандыруға және әлеуетті тұтынушыларды жинауға мүмкіндік беретін кома мүмкіндіктерінің арқасында сіз маркетингтік ойынның тиімділігін арттыра аласыз. Бұл туралы толығырақ айтып берейін. Хабар алмасу интеграциясы арқылы әлеуетті тұтынушыларды тарту бүгінгі тұтынушылармен қарым-қатынасты басқарудың маңызды аспектісі болып табылады, және кома бұл процесті оңтайландыру үшін интеграциялардың кең ауқымын ұсынады. Instagram, WhatsApp және Facebook Messenger компанияларға кома платформасының бөлігі ретінде байланыс арналарын орталықтандыруға мүмкіндік беретін негізгі хабар алмасу жүйелерінің бірі болып табылады. WhatsApp интеграциясына келетін болсақ, кома екі түрлі нұсқаны ұсынады. WhatsApp Lite және WhatsApp Business API. WhatsApp Lite тегін кірістірілген интеграция, QR коды арқылы CRM-ге қосылуды жеңілдетеді. Бұл оны кома интерфейсінен шықпай ақ WhatsApp арқылы әлеуетті тұтынушыларды тартқысы келетін шағын бизнес үшін өте қолайлы етеді. WhatsApp Lite контактілерде сақталмаған жаңа әлеуетті тұтынушыларға хабарламаларды жаппай жіберуге жарамсыз екенін ескеру маңызды. Екінші жағынан, WhatsApp Business API бұл кең ауқымды қамтуды көздейтін ұйымдар үшін жоғары деңгейлі шешімді қамтамасыз ететін ресми интеграциясы. Байланысты шығындарға қарамастан, ол ақылы хабар алмасу үлгілері мен интерактивті түймелерді пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл үлкен коммуникациялық қажеттіліктері бар кәсіпорындарға сенімді балама ұсынады. Хабар алмасу қолданбаларынан басқа, веб-сайтыңызға CRM плагинін қосуға болады. Бұл орнату оңай түйме және келушілерді қалаған хабар алмасу қолданбасы арқылы бизнесіңізбен байланысуды бастауға шақырады. Сізге бар болғаны оны веб-сайтыңызға қосу жеткілікті. Осылайша келушілер өздері қалаған кез келген хабар алмасу қолданбасы арқылы бір рет басу арқылы сізбен тікелей байланыса алады. Жүргізуші сізге хабарлама жібергенде, ол бір кіріс жәшігінде пайда болады. Енді арналар арасында ауысу болмайды. Сіз барлық хабарлар мен сұрауларды бір жерден бақылай аласыз. Бірақ бұл бәрі емес. Сонымен қатар тектерді пайдалану арқылы ықтимал тұтынушыларды сегменттеуге болады. Маған сеніңіз, бұл жекелендірілген әлеуетті тұтынушыларды тарту науқандарын қалай жүргізу керектігін түбегейлі өзгертеді. Бұған команың хабар тарату мүмкіндігі арқылы мақсатты жарнамалық хабарларды жіберу, Facebook және Google жарнамалары үшін ремаркетинг аудиториясын құру және әлеуетті тұтынушыларды электрондық пошта маркетингтік науқандарыңызға біріктіру кіреді. Команың хабар тарату мүмкіндігі туралы айтатын болсақ, ол жаппай хабар алмасуға арналған. Сіз кома тіркелгілеріңізге қосылған кез келген дерлік арна арқылы жарнамалық акцияларды жоспарлай аласыз. Сіздің тұтынушыларыңыз бір брендті жаңарту, жүздеген адамға жеткенін білмей ақ жекелендірілген чаттарды алады. Бұл кең аудиторияны тартудың ақылды тәсілі. Үлкен зеңбіректерді біздің чат ботты іске қосудың уақыты келді. Бұл маркетингтік топтар үшін абсолюттік қажеттілік. Ол хабарламаларды жіберуді автоматтандырады және аудиторияңызды тартады. Мысалы, кілт сөз триггерлеріне негізделген электрондық пошта хабарларына немесе түсініктемелерге автоматты түрде жауап беру үшін чат ботты орнатуға болады. Сізге кома командасының кітабының тұсаукесерінен мысал келтірейін. Жеткізілді кітабымыздың шығуын тойлау үшін біз Instagram желісіндегі барлық жазылушыларымызға жеткізілді деген сөзбен тегін көшірме алуға мүмкіндік беретін акция өткіздік. Бізге тек жазылушыларымыздан жеткізілді деген сөзді сұрайтын пост жариялау жеткілікті болды. Ал чат-бот бұл мәселені шешеді. Демалыңыз. Сонымен бірге біз постқа қатысуды арттырып, көбірек әлеуетті тұтынушыларды тартқымыз келді. Сондықтан біз жазылушыларымыздан жазбамыздың астына чат-ботта жеткізілді деген жазуы бар пікір қалдыруды. Содан кейін кітапты тегін жүктеп алу сілтемесін қалдыруды сұрадық. Бірақ бұл бәрі емес. Чат-бот сіздің маркетингтік науқаныңыздың деректерін автоматты түрде талдайды және құнды ақпаратты қорытындылайды. Сіз қанша хабарлама жіберілгенін, оқылғанын және қанша түйме басылғанын бақылай аласыз. Кома
Бұл тамаша маркетингтік шешім ғана емес, сонымен қатар сату топтары үшін тамаша шешім. Бұл сіздің сатылымдарыңызды айтарлықтай арттыра алатын қуатты құрал. Кома көмегімен сіз әлеуетті тұтынушыларды басқаруды оңтайландыру үшін арнайы әзірленген ұйымдасқан құбырға қол жеткізе аласыз. Перспектива сөйлесуді бастағанда, ол автоматты түрде кіріс кезеңіне өтеді. Бұл сіздің командаңызға дереу әрекет етуге мүмкіндік береді. Кома сол жақтан көріп отырғаныңыздай, әлеуетті тұтынушыларыңыз туралы ақпаратты автоматты түрде сақтайды. Бұл деректерді қолмен енгізуден және қателіктер жіберуден сақтайды. Конвейерге кіретін әрбір әлеуетті тұтынушы біздің циклдік талдау мүмкіндігіміздің арқасында сату өкілдері арасында автоматты түрде бөлінеді. Және сіздің әлеуетті тұтынушыларыңыздың ең жақсы басқарылуын қамтамасыз ету үшін Кома көп агенттік WhatsApp мүмкіндігін ұсынады. Көп агенттік мүмкіндік бірнеше WhatsApp нөмірлерін бір Кома тіркелгісімен байланыстырады. Бұл тұтынушылардың көптеген сұрауларын бір уақытта және бір жерде өңдеудің өте ыңғайлы тәсілі. Оң жақта Кома тұтынушы туралы барлық ақпаратты бір профильге біріктіреді. Ол барлық арналардағы хабарларды, жазбаларды, қатысты тапсырмаларды және т.б. біріктіреді. Егер сіз сату агентінің күніне жүргізетін сөйлесулерінің санын көбейтуге тырыссаңыз, бірақ олар қолдау көрсете алмайды деп алаңдасаңыз, тұрды ма? Уайымдама. Комада бізде бұл туралы ойладық. Біздің CRM шешіміміз әртүрлі хабар алмасу платформалары үшін реттелетін үлгілерді жасауға мүмкіндік береді. Біздің үлгілер бірнеше адамға жекелендірілген хабарларды автоматты түрде жіберуге көмектеседі. Дегенмен, әлеуетті тұтынушыларға үлгілер арқылы жауап бергіңіз келмесе, әлеуетті тұтынушылар жауап бермесе, оларды қадағалау сияқты күнделікті сату тапсырмаларын орындау үшін чат-бот орнатуды ұсынамыз. Бірнеше рет басу арқылы сіз белгілі бір уақыт ішінде жауап бермеген ықтимал тұтынушыларды бақылау үшін чат-бот орната аласыз. Егер жүргізуші сізге 3 күннен кейін жауап бермесе, чат-бот біз бұрын орнатқан автоматты растауды жібереді. Тағы да сәлем. Сізге әлі де көмек керек пе? Осылайша сіз әлеуетті тұтынушылардың жалпы қатысуын және конверсия жылдамдығын арттыра аласыз. Біздің чат-бот жасай алатын тағы бір қызықты нәрсе құжаттарыңызды автоматты түрде толтыру. Біздің құжат генераторы боты сіздің жеке көмекшіңіз сияқты жұмыс істейді. Ол Кома әлеуетті тұтынушы карталарындағы деректерді құжат үлгілеріңізге тасымалдайды және әрбір тұтынушы үшін жекелендірілген құжаттарды жасайды. Арнайы модификаторларды пайдалану арқылы күндер, тапсырыс бағасы және т.б. сияқты деректерді оңай тасымалдауға болады. Бұл бір рет басу арқылы құжатты жасауға және сілтемені әлеуетті тұтынушыңызбен бөлісуге болатынын білдіреді. Бұл мүмкіндік уақыт пен күш жігерді үнемдейді және тұтынушыларыңыздың әр уақытта дәл және теңшелген құжаттарды алуын қамтамасыз етеді. Құжаттарды жасаумен қатар, біздің чат-бот PayPal, Mercado Pago және Stripe интеграцияларын пайдалана отырып, тұтынушыларыңызға шот, фактураларды жасап жібере алады. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Сондықтан бұл сізге қанша уақыт пен күш жұмсайтынын елестетіп көріңіз. Егер сіз көпшілігіміз сияқты үнемі жолда болсаңыз, Кома сізді қамтыды. Біздің қолданба, тіпті сыртта болсаңыз да, әлеуетті тұтынушыларыңызды оңай басқаруға мүмкіндік береді. Бір рет түрту арқылы сіз өзіңіздің әлеуетті тұтынушылар дерекқорыңызға және тапсырмаларыңызға қол жеткізе аласыз және тұтынушыларыңызбен тікелей смартфоныңыздан байланыса аласыз. Кома мобильді қосымшасын пайдалану өте оңай интерфейске ие және сіз жаңа перспективалар мен бақылау туралы хабарландырулар аласыз. Бұл сізге ешқашан егжей-тегжейлерді жіберіп алмауды қамтамасыз етеді. Және ол iOS және Android құрылғыларында қол жетімді. Комада біз тұтынушыларға тамаша қолдау көрсету кез келген бизнестің табысты болуы үшін өте маңызды екенін түсінеміз. Сондықтан біздің команда бүкіл процесті тиімдірек ететін және тұтынушылармен өзара әрекеттесуді жекелендіретін бірнеше мүмкіндіктерді әзірледі. Қарым-қатынас жасау үшін чат-бот үлгісін пайдалану, автоматты түрде тағайындау, әлеуетті тұтынушыларыңыздың сұраулары олардың тәжірибесіне сүйене отырып, дұрыс топ мүшесіне автоматты түрде жіберіледі. Өнім сарапшысы, шот фактура бойынша маман, техникалық қолдау көрсету өкілі қалағаныңызша, салызбот бұл мәселемен айналысады. Егер сіздің тұтынушыларға қызмет көрсету тобыңыз қазір қол жетімсіз болса, немесе тәулік бойы көмек көрсеткіңіз келсе, салызбот жұмыс уақыты мен уақыт белдеулеріне қарамастан өте пайдалы болады. Кома чат-боты әрқашан тұтынушыларға көмектесуге дайын. Бұл сіздің тұтынушыларыңыздың сұрауларына уақытылы және пайдалы жауаптар алуын қамтамасыз етеді. Бұл олардың бизнесіңізбен тәжірибесін жақсартады. Және, әрине, тұтынушыларға қолдау көрсету үшін Кома пайдаланудың ең үлкен артықшылықтарының бірі тұтынушылардың қанағаттануын
өлшеу мүмкіндігі. Тұтынушымен әңгіме аяқталғаннан кейін сауда роботы кері байланысты жылдам сұрай алады. Тұтынушылар кез келген ықтимал мәселелерді көрсететін эмодзилермен жауап бере алады. Тұтынушыларға қызмет көрсету тобы бұл мәселелер туралы неғұрлым тез білсе, соғұрлым олар күрделене түскенге дейін оларды тезірек шеше алады. Сонымен қатар, кома бақылау тақтасы үшін чатты басқаруға көмектесетін 4 виджет әзірледі. Бұл ағымдағы әңгімелер, жауапсыз әңгімелер, орташа жауап беру уақыты және ең ұзақ жауап беру уақыты. Ағымдағы сөйлесулер виджеті қазіргі уақытта қанша тұтынушы сіздің назарыңызды қажет ететінін түсінуге көмектеседі. Жауапсыз сөйлесулер виджеті сіздің жауабыңызды алмаған тұтынушылардың санын көрсетеді. Орташа жауап беру уақыты кіріс хабарларыңызға жауап беруге кететін орташа уақыт. Ақырында, сіз күткен ең ұзақ жауап клиенттің сіздің жауабыңызды қанша уақыт күткенін көрсетеді. Кома көмегімен сіз бүкіл командаңызға хабар алмасу қолданбаларына кіруге рұқсат беру арқылы тұтынушыларға қызмет көрсету жұмыс процесін жеңілдете аласыз. Бұл топ мүшелеріне бір-біріне тікелей тұтынушы картасынан хабарлама жіберуге мүмкіндік береді. Бұл бірлесіп жұмыс істеуді және мәселелерді шешуді жеңілдетеді. Топтық чат мүмкіндігі тапсырмаларды үйлестіруді, бақылауды тағайындауды және жазбаларды қалдыруды қолдайды. Камел сонымен қатар тұтынушыларға қолдау көрсету мақсаттарын белгілеу және қадағалау, үздіксіз жақсартулар мен қызмет көрсетуді қамтамасыз ету арқылы жеке және топтық өнімділікті бақылауға мүмкіндік береді. 50-ден астам компания Бразилия, Мексика, Америка Құрама Штаттары, Үндістан және Индонезия сияқты қарқынды дамып келе жатқан нарықтарды қоса алғанда 109 елден команы таңдайды. Ретро-гест бук негізін қалаушы Эрикпен танысыңыз. Ол винтажды телефондар мен аудио арқылы іс-шараларда бұрын-соңды болмаған естеліктерді түсіреді. Команың арқасында Эрик өз қызметтерін бүкіл елге таратып, Америка Құрама Штаттарында естеліктерді сақтау тәсілін өзгертті. Біз CRM жүйесінен бірдеңе іздедік. Дәл осы жерде кома әлеуметтік медиа интеграциясын қолға алды. Мен бұл платформалардың ешқайсының осы арналардың барлығымен жұмыс істей алатынын көрген емеспін. Олар бұл арналардың барлығын қарапайым сату және тұтынушыларды басқару платформасына біріктіре алмайды. Бразилияда Reyes Pinto Advocates Associados серіктес компаниясының негізін қалаушы Леонардо Reyes Pinto бағдарламалау дағдылары жоқ жергілікті интеграция әлемін ашты. Біз автоматты интеграцияға көшеміз. Міне, қолданбаның үлгісі. Бұл арада Чилидегі Тоот компаниясындағы достарымызға Латын Америкасындағы сату тобын басқаруға және әлеуетті тұтынушылардың жоғалуын болдырмауға көмек қажет болды. Осыған байланысты біз Лос-Синкодағы жаңа әңгімелерге тіркелуіміз керек. Мен шынымен жақсылықтан үміттенемін. Мен тез, қарапайым және интуитивті түсінуге ұмтыламын. Мен өте фанатпын. Ақырында, біздің шытырман оқиғамыз бізді Намибияға апарады. Онда Йохан өзінің бутикінде Намибия бойынша сафари ұйымдастырады. Таңғажайып пейзаж туристерді қызықтырды, бірақ Йохан бизнесінің өсуіне кедергі келтіретін ескірген жүйелерге байланысты қиындықтарға тап болды. Команың келуімен жағдай өзгерді. Комадағы роботтар мен автоматика бізге әдетте қолмен орындалатын көптеген тапсырмаларды икемді түрде автоматтандыруға мүмкіндік берді. Команы қалай бастауға болатынына тоқталайық. Біз компанияның әртүрлі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жазылымның 3 деңгейін ұсынамыз. Негізгі, жетілдірілген және кәсіпорын. Жазылым құны бір пайдаланушыға айына сәйкесінше соответственно $15,000 25 және 45 құрайды. Бірақ бұл бәрі емес. Біз икемділік маңызды екенін түсінеміз. Сіз 6, 9, 12 немесе 24 айлық жазылым жоспарларының бірін таңдай аласыз. Міне, ең қызықты бөлігі. Біз сіз сатып алған деректер жоспарының ұзақтығына байланысты мәмілені жақсарту үшін тегін айларды ұсынамыз. Міне, кома әлеміне шолу. Бірақ бұл айсбергтің ұшы ғана. Егер сізде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, немесе кома сіздің бизнесіңізді қалай жақсартуға болатыны туралы көбірек білгіңіз келсе, біздің сарапшылардың бірімен жеке демонстрацияға жазылыңыз.